Кәукен. Ай, Кәукен. Оу. Ай, мынаның қайсысын кейін, қараш бері. Құдай ай, сенде бір қолды екі тамай жатқан кезде не болды? Тым ойу сияқты ма қалай өзі? Қараш. Қазір кейін деп тұрсың ба? Енді балам келгенде бір. Енді мынаны күнде киіп жүрсің ғой, енді бұны қойып қояқ, мынаны киенді. Осыны кей. Тым ойу көп емес пе әйтеуір? Ойуы болса қазақтың ойуы ғой енді, ештеңке жоқ. Делгелер, жұрткелер әдем болып отыр балаң келетін кезде. Құдай ай, мә, киіп ал. Тойға баратын адам құсамайын дегенім ғой әйтеуір. Енді той ғой, балаң көшіп жатыр, бір балаң қонып жатыр деген сияқты қарылып қалған ба? Ай, жоқ. Өзімдікі ғой сол. Әйбет, осымен отырамын. Енді менің мазамды алма, мен жұмысым көп. Жарайды, жұмысың істейбі. Асқаржан. Ау, әке. Қарашы жин. Ой, әке. Дұрыс па? Баладай қалбалақтап не болды сонша бәріңе? Енді темірланым келет қанда бәріміз сәнденіп отырайын да? Бәйек болып жатырмыз. Болды, онда мына жақ. Жарасады әке. Жақсы. Дайындықтарыңыз бар ғой. Сәлем бердім, апа. Көп жақсы. Сәлем бердім, Ой, вақытты болайын алайын. Келіңдер, төрлет. Апа, той болайын деп жатыр ма? Болады. Бір балам көшіп жатыр, бір балам қонып жатыр. Той емес пе? Мә, апа, Ау. қашан келер екен, келіп жатыр ма екен өздері? Жетіп қаппа? Бағана жақындап қалған сияқты болған, кеп қалады, уақыттар болып қалды, келетін кеп қалады. Сен де келген жақсы болды, ішінде бол. Ояна кенже кірет деп кетті. Жәмилаға көмектес. Сөйтейін ба? Құдай ай. Дастархан бетін сүртіп қойдым. Мынаны да саламыз ба? Жоқ, тұра берсін ба? Жақсы, шүкір. Иә. Ай, ана Темірланға хабарласқан біреу бар ма? Келе жатыр ма екен өздері? Келе жатыр әке, жолда дейді. Ана сарайды босатып қойдың ба? Олардың жүгін түсіретін жер керек. Сендердің жүктермен мибылық болып ауысып кетпесін. Ой, апа, реттеп қойдың бәрін. Жақсы болған екен. Әйтеуір шатасып кетпеңдер. Олардікі кетіп қап, сендердікі қалып Жоқ, апа, ойымдамаңыз. Самаурын қайнап тұр, дастархан жайнап тұр. Осыдан артық не керек енді, апа? Иә, Құдай қаласа қазір келсе енді. Ой, күтіп аламыз ғой кенжеңізді. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім елдеп елжірем. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты. Күйбең тірліктің дүрбең шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйініп тұрып, анам сүйінген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйініп тұрып, анам сүйінген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Тынысымда шам, тіреймін елге маңдайды. Ет жақындарым аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерде азайып қаптау сол қайғы. Ауылға
туыс ел жақта, аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйініп тұрып, анам сүйінген шарбатқа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйініп тұрып, анам сүйінген шарбатқа. Ал, иә, аман жеттіңдер ме? Аман жеттім. Ой, бәрекелді. Жұмыстарың қалай? Ассалаумағалейкумдер. Аман есенсіздер ме? Уағалейкумассалам. Иә. Қалай жайық? Иә. Уағалейкумассалам. Амансың ба келінжан? Қош келдіңдер. Иә. Қалай Еспайжан, аман есен ба? Аман есен. Иә. Ана Сөйтеміз ба? ауылда санақ жүргіземіз ғой анда-санда. Сосын екі тұрғын кетіп қалып еді, екі тұрғын қайтадан қосып жатыр. Соны жақсы болды келдің ғой. ғой. Ал жүріңдер, дастарханға шай ішейік, ал. Екі тұрғын кетпей жатып қалсын. Иә, ой айналайын, рахмет. Кел, Еспайжан, төрлет мына жаққа. Мынау балаларымыз келіп, ойбой, Еспайжан, несін айтасың? Қуанып, көз айым болып, шаттанып жатырмыз. Ой, дұрыс екен. Ал, дұрыс екен енді. Осы жерде, осы бастарыңыз қосылып қалыпты. Мына өзімді таныстырып кетейін бір жағынан, жастарға. Енді менің Темірлан біле қоймас кішкентай кезінде, кішкентай болды ғой мен. Осы ауылдың әкімі Еспай боламын. Мына өздерінің осы ауылға келіп жатқандарың өте жақсы болды. Бұйырса енді осы жерде сіңісіп, осы ауылда біте қайнасып, бәріміз еңбек етіп кететін шығармыз деп ойлаймын. Енді ауылға келіп жатыр екенсіңдер, жастардың ауылға келгені өте жақсы. Қазіргі таңда дипломмен ауылға келген жастарға барлық жағдай жасалып жатыр. Біріншіден жұмыс тауып береміз. Екіншіден баспанамен қамтамасыз етеміз. Тағысын тағы дегендей. Ол енді Еспайжан жұмысың деген орынды нәрсе ғой. Бірақ баспанан қажет емес сол. Ой, балам өзі қара шаңыраққа келіп жатыр. Осы жерде тұрады. Өзі қара шаңырағы, өзінің үйі бар кезде ол басқа жақта тентіреп не қылады? Рахмет оның. Жақсы ақсақал, оған таласымыз жоқ. Бірақ енді ауылға келді ғой. Иә. Енді ауылға келгеннен кейін жастарға жағдай жасау біздің ауыл басшыларының міндеті. Иә. Енді рұқсат болса, жастардың қандай мамандық бітіріп келгенін, қандай кәсіп ететінін білсек бола ма? Мен әу бастан осы ауылға қажет мамандық таңдағам әкім аға. Ойпырмай, ол қандай мамандық сон болды? Агрономмын негізі. Мәссаған, бір күшті жаңалық болды ғой. Мынау таптырмайтын мамандық болды ғой саған Еспайжан. Иә, мына біздің қаншама егініміз бар, соның дән сеуіп, егінімізді орып, жайқалтып қойса қандай керемет. Сен келе салып тура сұрақтың астын алдың ғой. Ыңғайланып өзің жайғасып отыршы мұны. Сөйтейін. Иә, шеш ана сырт киіміңді. Сосын сұрағыңды ары қарай қоя жатарсың. Ал енді мынау бәріміз отырып қалған екенбіз. Дастарханға бір батағып жіберейік ал. Ағдайым оңласын, еш жамандық болмасын. Мынау дастарханымыз берекелі, ісіміз оңды болсын, еліміз тыныш, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Аллаху акбар. Ал енді ары қарай жалғай берсең болады. Шелпектен алыңдар ай. Бисмилла. Ал келінжан қандай мамандық иесі? Мен врач, дипломированный, терапевтпін. Бақандай 9 жыл оқып шықтым. Ивай, 9 жыл оқып. Табақтай диплом алып. Бұл ауылда не істеп жүрсің, не? Қозлары қатырады. Сенің орында болсам ауылға келмес дедім. Құдай. Тимаға жұмыс табылғанда, маған да жұмыс табылатын шығар. Ой, айналайын, табылады жұмыс, табылады. Ивай, аядай ауылдан больница ашайын деп педің. Қатипа тұра тұршы. Қатипа әдетіне басты. Мынандай мамандық, таптырмас мамандық. Әлбетте. Өзім ұйықтасам да, жатсам да, тұрсам да, Құдайдан жалбарынып тілейтін маған бір дәрігер бере қойшы деп. Ол, міне, тілегім орындалды. Сөйтсем, осыны Құдайға жалбарынбай ақ, ақсақал өзіңізге айтсам болады екен ғой. Ой, Еспайжан. Ол енді жастардың қалауы ғой. Әйтпесе, қазір мына заманда ойбай, жастарды
мынау ауылға ит қосып әкеле алмайсың осы күні. Жастарға мүмкіндік мол беріліп жатыр ғой қазір енді. Дипломмен ауылға деген бағдарлама осы жастардың ауылға келіп, тұрақтанып, кстати, аяқтанып кетуіне. Ау, шырағым. Мен сияқты оқыған дипломированный медикке қаншалық төлейін деп жатырсыздар? Енді дәрігерлердің өзің сияқты ауылға тек қана келгені үшін 10 миллион теңге подъемный беріледі. 10 миллион теңге? Ей, оны не істемексіңдер? Салоннан жаңа машина аламыз. Не болды? Сонша қатып қалдыр ғой, Инеске кино сияқты. Кім алмай жатыр машина? Ой, Жәмил, тамағың дайын болды ма, балам? Я, дайын. Алып келіңдер. Ой, осы өзім бармасам болмайды. Жана түскен келінімде дым қайыр жоқ. Ой, қатипай. Ана 10 миллион дейсің, 10 миллионның сұрауы жоқ па? Әрине бар сұрау. Енді бұл 10 миллион теңге негізінен жастарға мына жағдайын жасап алуға, баспаналы болуға, үй жайын реттеуге беріледі. Бірақ оның бір шарты бар. Бұл жерде жастар сол келген ауылында 5 жыл ешқайда кетпей, тапжылмай еңбек ету керек. Онда дұрыс екен, дұрыс. Мен бәсе ол не қылған батпан құйрық деп ойласам, дұрысақ мына жастардың келіп, ары қарай еңбегін жалғастырып, біраз аяғынан нық тұрып кетуіне жақсақ мүмкіндік жасап жатыр екен, мемлекет. Дұрыс, дұрыс. Бәсе, мен білдім ғой, осының артында бір сұрау бар екен. Енді 5 жыл тұрғаннан кейін өздеріне көшпейді ғой. Ақмақ болыппыз ғой, апа, кезінде соны. Мен де сол оқып алсам, сол диплом алып ап, сол 10 миллионды алып алып. Резко қойып ақ көтеремін ғой менде. Трактор айдап жүрмей. Кеш айттым ғой мен саған. Сені медик болып көзім елестете алмаймын, жай. Ана субсидий демей сол дипломды алып ап, қой сатып ап менде. Ауылға келіп 10 миллион подъемный алып алып дейсің ғой. Енді бақандай 9 жыл оқыды ғой. Осы бір мамандық үшін. Бір жағынан ол да дұрыс, 9 жыл оқыды. Мынау енді балалардың келгеніне шынымен бәріміз қуанып отырмыз. Оның үстіне әлгі жолы болар баланың жеңгесі шығар алдынан дей ме? Жолы болар жігіттің. Жігіттің, біз бала дей береміз ғой. Сол тура осы балалар келген кезде мына өкіметтің подъемный беріп түрлі жағдай жасап жатқанның өзі қандай керемет, Керемет. Енді ол мемлекет үшін жасалып жатқан дүние ғой. Тамақтан алыңдар. Солай ма? Мал дәрігерлеріне де жағдай жасалып жатыр. Ондай ма? Жақсы екен. Балаларымыз онда мал дәрігерін оқыту керек екен, болашақта. Амансыңдар ма? Келіншелерің келіп, мәре-сәре болып жатырсыңдар ма? Өркенің өссін. Ой, шіркін. Құрдас, қалыңыз қалай? Шүкір Аллаға. Бәрі керемет. Бәрі жақсы. Жалығы үшін өзіме ұнайды, апа. Бір күні құда Тимесек, сыйлайым өзім. Мен сияқты. Шай қойыңдар апаларына, шай. Тамаққа қараңыз, Шіркін-ай, қала деген рахат қой. Қаланы ауылға қалай айырбастап келдіңдер. Қазір жалпы мына дипломмен ауылға бағдарламасының арқасында ауылға мамандар көп келіп ақ жатыр. Бірақ уақыт аяқталғаннан кейін кетіп қалады бәрі. Қалмайды ауылда. Онда енді Еспайжан ары қарай өзіңнің шаруаң ғой, олардың жастардың қайтып кетуі, қалуы дегенде. Ол енді ауылдың халқына да байланысты. Бір жағынан қараңыз, егер салт келсе, бойдақ болып келсе, сол ауылға келін болып, немесе сол ауылдан қыз тауып, үйленіп, ары қарай отбасы болып кетсе, ауылға қалады ғой ол. Менің келінім кетпейді. Бұл үйдің кенжесі. Осы үйдің мына ыдыс-аяқтың, қазан-ошақтың иесі келді. Сондықтан 5 жыл болсын, 10 жыл болсын, срок жоқ бұларға, бұлар кетпейді ешқайда. Лайым солай болды. Карантинный қолхатты сізден жазып алу керек. Әрине. Болды. Афаң айтты. Қалды дейсің. Қалдыңдар. Рұқсатсыз ешқайда аттап баспайсыңдар енді. Шайға қараңыз, шай қойыңыздар. Дұрыс. Апаларға шелпек бер, шелпектен ал. Бағжан, келген жерің жақсы болды ғой. Өзің де ауылды сағынып қалған шығарсың, келіп кетіп жүрдік қой. Ол бір бөлек, енді бірге тұру мүлде басқа ғой.
Иә. Енді бүгін ғана келіңдер қаладан. Киімің өзіңе жарасып ақ тұр, әдемі. Бірақ енді білесің, үйде ата бар, апа бар. Орамал тағып, халат киіп жүрген дұрыс болады ғой. Бар ма еді ондай киімдерің? Ой, халат не? Зачем маған? И вообще мен ондай кимеймін ғой. Қалай киемін мен оны? Қалада да вообще кимеймін. Жоқ, түсінем ғой. Енді қалада жүрдің, еркін киініп үйреніп қалдың. Бірақ енді білесің ғой, біздің ауылда аталар, апалар көп. Ертең енді өзіңе сөз кеп қалмасын деп жатқаным ғой. Сені уайымдап тұрғаным ғой. Ну, постараюсь енді. Ну, не обещаю, көрем енді. Сөйтсеш. Ой, ақылды қыздың ғой енді. Өзің көресің. Кеселеріңізді беріңіздер. Асеке, шайға қараңыздар. Ассалаумағалейкум. Амансыздар ма? Алейкум ассалам, Содыржан. Аман есенсіңдер ме? Ал, келіңдер. Тура мақтап жүреді екенсіңдер. Апамның кенже баласы келді, біз де қарындасым екеуміз. Амандасайық. Кел төледі. Деп келдік. Бәрекелді, кел отырыңдар. Сен кебең міне 4 көзіміз түгел болдық. Құдай міне келгендерің жақсы болып, осы балалар қалада қалып қояма деп. Вә, осы уайым болып жүреді. Енді міне шаңырақтың иесі келді, қазан ошақтың иесі келді деп қуанып жатырмыз. Жақсы болды сендердің келгендерің, тамақтан алып отырыңдар ана. Ал сенің қош келдің. Бірақ осында бір көкең бар деп есепте. Бір ауыз сөзің, кез келген мәселені шешіп берем. Шодыр ағаңды ұмытпаған шығарсың, ой, қазір Шодыр ағаң кез келген мәселені шешіп жібереді. Осы Еспай екеуі қосылып, енді бір бетке ұстар. Бұндай азаматтар көп болған жақсы ғой шіркін. Қуанамыз қашанда. Өзіңіздің осындай, ауылда осындай азамат барына қуанамыз. Рахмет, ақсақал. Дәл қазір келгені қандай жақсы. Тамаққа қараңдар, Мақтап жүреді ғой, мақтап. Ақ көңіл ғой, Шодыр. Бәрін мақтап жүреді ол. Жақсылық Үшкемпіров ағамыз кезінде айтып кетіп еді ғой. Мен сияқты әр ауылда 5000 ауыл бар Қазақстанда. Дәл мен сияқты бір кәсіпкер болса ауылда. Баяғыда-ақ гүлденіп кетереді ғой. Дұрыс, о кісі марқұм керемет адам еді ғой. Сақал олай болса, менің атағаным болсын. Жастардың құрметіне бір жылқымды атадым сен. Ой, бәрекелді. Міне Шодыр деген осы атымтай жомарт деп осыны айт енді. Сондай ақ жастардың құрметіне Альмира қарындасым бір әнін орындап берсе. Міне. Той басталды. Мынау деген тамаша болды ғой, нұр үстіне нұр. Әлгі салған әнің қырасын дейді ме? Тойын тойға ұласын дейді. Тура сол болды, алтындай қал. Тойдың басы.
Anlaşıldı. Rahmet.